Мадина, сен жан-жағына қарасайшы. Қазір үйленбей-ақ, сүйіктілерімен бірге тұру, төсекте бірге болу таңданышты емес қой. Есінде болсын, Қазақстанға да батыстың, Европаның өркениеті баяғыда келген. Әрі киноларда көріп жүрген жоқсын ба өзін? Қайта бір-бірін жақсы білетін болады. Төсектегі үйлесімдіктері қандай, өмірде үйлесімділігі қалай біледі. Мәдинаның тілі күрмеліп қалғандай болды. Ал Гүлшара болса заттарын шабаданына салып жинастыра бастады. Ол жұмыс істейтін жігіт пе? Немен айналысады? Мен таныстырасын ғой, деп Мәдина сұрақ қоя бастап еді. Гүлшара: барлығы да кейін болады. Ол маған өзін бөтен біреулерге таныстыруымды қаламайды. Әзірге құпия сақтаймыз. Үйлену тойы мәселесін де кейін шешеміз деді де қойды. Закаринова қасында бірге жататын Барлыбайба өзі оқитын адам ба, оқымайтын адам ба? Қайда жүр өзі? Деді тағы бірде курс жетекшісі діңкілдеп. Тура Барлыбайбаның сабаққа келмегеніне Мәдина кінәлідей. Сәлима Бақытбековна, менен сұрамаңызшы енді Барлыбайбаны. Қазір менімен бір пәтерде тұрмайды. Ол бір жігітпен, болашақ күйеу болатын жігітпен бірге тұрамын деп кеткен. Ал олар қайда тұрады? Маған айтқан жоқ. Мен білмеймін енді еш нәрсе, деді Мәдина курс жетекшісіне өкпелегендей сынаймен. Бізді курстастарды тойына шақырама екен? Деп сұрақ қойды Мәдинаға бірге оқитын студенттер жаптармағай. Қойындаршы Барлыбайбаны. Оны айтпады. Шамасы той болмайды. Олар бірге тұрып жатыр. Күйеуі той мәселесін кейін шешеміз депті, деді Мәдина. Мәссаған, біздің группадағы ең сұлу қызымызға үйленеді де бір тойға ақшасын қимайтын қандай жігіт? Ол мүмкін бұрын үйленген біреу шығар, деді курстастардан біреу. Қыздар, жігіттер, шынында мен білмеймін ол жағын. Біз Гүлшара екеуміз Қарағанды қаласынанбыз. Мамаларымыз өздері келісіп, бізге бір пәтер жалдаған. Барлығы осы ғана. Гүлшара ол вузда оқығанды жақсы көрмейді. Айтатын: мен неге көз майымды тауысып оқимын? Астанадан өте жағдайы жоғары бай жігітті іздеп тауып тұрмысқа шығамын. Баласын тауып беріп үйде отырамын дейтін. Сол айтқаны бәлкім болған шығар. Қарай көресің, жоспары мықты екен. Ажарына сенген ғой. Шындығын айтсақ, Гүлшара әдемі сұлу қыз ғой өзі. Сәнді киінеді, әке-шешесі де өте жақсы тұратын болар. Мен ол жағын білмеймін. Ондайды сұрай алмайсың ғой, деді Мәдина. Гүлшараның отбасы туралы білсе де білмегендей. Бұдан кейін курстастардан не ұстаздардан Барлыбайбаны іздеп еске алғандары болмады. Мәдина ғана анда-санда қайда жүр екен, өзі хабарласпады ғой деп еске алатын. Бұл курстағылар тағы бір курсты артқа тастады. 3-ші курсқа көшті. Бір күні Мәдина орталық телеарналардың хабарларын бірінен кейін бірін жылжытып жақсы кино іздегенді. Ашылған каналдың ішінде шетелдерде жүрген қазақ қыздарының тағдырлары туралы әңгіме қозғалып жатыр екен. Мәдина қадалып қарады. Сөйлеп отырған сыртқы істер министрлігінен бір өкілі жеке біреулердің жетегімен шетелге жоғарғы ақылы қызмет іздеп барып құлдыққа тап болған қырғыз-қазақ қыздары көп болып отырғанын айта келіп, сол елдегі елшіліктер бұған араласып жатқанда көп қыздардың елге оралғаны туралы мәлімет айтты. Сол сәтте Мәдина Гүлшараны еске алды. 2 жыл бойы осы қалада болса неге хабар білдірмейді?
Ана пәтерге шыққан жігіттің аты жөнін де айтпады маған. Ол қандай адам? Гүлшара түнгі клубта би билеп жүргенде танысқан адамдардың бірі болды дейін. Ол адам көп ақша қызықтырып басқа жолға түсірсеше деп ойлады келе. Гүлшараның мол ақшаға әуелден құмар боп өскендігі жөнінде тағы бір сөзі есіне түсті. Мадина, мен жақсы тұрмысты, жерде жүруді, жақсы киім киіп, жоғары дәрежелі адамдармен бірге болуды кішкентай кезімнен арман еткен қызбын. Мен өзімді жай қарапайым ортада жүруді көзіме елестете алмаймын. Біздің қазақ қыздары қазір мүмкіншіліктерін пайдалана алмайды. Бәрі жоғары білім алуды басты мақсат тұтады. Ал жақсы өмір сүру үшін ешқандай жоғарғы білімнің қажеті жоқ. Сен мысалға шетелдің қай жерінде болдың? Еш жерде болған жоқсың. Әлі көз майынды тауысып, бір сессиядан екінші сессияның емтиханын қалай жақсы тапсырамын деп кітаптан бас алмай жүрсің. Ертең диплом аласың, ал қай жерге жұмысқа тұрарын белгісіз. Жұмысқа тұрдың делік. Сосын болмашы айлығы бар жұмысқа күндіз-түні жүгіресің. Күйеуге шыққан жоқсың. Қандай күйеу тап келеді, оны да білмейсің. Жұмыс деп жүргенде қартаясың. Бір айлық алғанша қарызданып жүресің. Біздің Қазақстанда, қазақ қыздарында сілкіну, жаңа өмірге лайықты қозғалу жоқ. Бәрі бұрынғы әке-шешелерінің ісін қайталайды. Менің мамамның тірлігі тура осылай болған. Бір жөндік үстіне киім киіп, жақсы жерге барып демалған емес. Әкеміз тастап кетті дейік. Ал мамам басқа ақшалы бай біреуге тұрмысқа шығып алып, бізді молшылықта жүргізбеді ме? Жоқ, сол сылп жұмыс, бітпейтін таршылық. Дене мүсін қандай десеңші, сұлу десен, сұлу өзінің осылай ажарын пайдаланбады. Мен өз анамның осы ісін өз өмірімде қайталағым келмейді. Басқаша өмір сүремін деп 3-ші сынып оқығаннан бастап ішіме тигенмін. Менің түнгі клубтағы би билеуім де ерсі болып көрінер кейбіреулерге. Мен осы клубта талай ауқатты бизнесмен жігіттердің өзіме қызыққанын көрдім. Олар тіпті өліп-өшіп, бүкіл дүниені аяғымның астына тастай салғысы келеді ғой. Жүр, шетелге кетейік, сонда өмір сүрейік. Қалағанның бәрі болады деп жүргендер бар. Мен ақмақ қыз емеспін. Оларды әлі іріктеймін. Сендер осы оқуды бітіремін дегенше, мына алдындағы Гүлшара Барлыбаева ең бай ханым болып шығады. Күтуші ұстаймын, жеке виллам болады деген еді. Енді хабар жоқ, шетелге кетіп қалмаса. Мадинаның бұл ойы кейін ұмыт болды. 3-ші курстың практикасын өтетін кез келген. Мадинаның Қарағандыдан, әкесі Астанадағы ауы құрылыс трест мекемесінің басшысымен сөйлесіп қойдым. Практиканды сол жерде өтесің. Мына телефон қабылдау бөлмесіне телефон шалып, өзіне барасың. Сені қабылдайды. Одан әрі кіммен жұмыс істейтінін өзіне белгілі болады, деп айтқан.